Барлықтарыңызға сәлем, hello. Сіздермен бірге мен Сұлтан, English with Сұлтан каналы, ағылшын тілін Сұлтанмен бірге үйрен. Бұл American English File деген кітап. Бұл кітап бойынша сабағымызды өткіміз келіп отыр. Сабақты бастамас бұрын сіздерге мынандай сұрақ қойым келіп тұр. Осындай кітаптар арқылы сабақтар өтсем қалай қарайсыздар? Әлде басқашалай болған дұрыс па? Маған ең бастысы дәл қазір міне оқимыз деп тұрған адамдар керек. Сондықтан комментарийға жазып кетіңіздер және өздеріңіз лайктарыңызбен көрсетіңіздер. Дәл осындай форматтағы сабақтар сіздерге керек дегендей. Сонымен hello. Алдыңғы сабақтарда өтіп кеткенбіз. Hello деген сәлем деген мағынаны білдіреді. Сәлем, амандасу. Listening and speaking дейді. Listen дегеніміз тыңдау, listening, speak дегеніміз сөйлеу, speaking. Яғни тыңдалым, сөйлеу деген мағыналарды білдіреді. Соны практиковать етеміз, яғни жаттықтырамыз, машықтандырамыз. Сол екі ағылшын тіліндегі диалогты тыңдап, соларды қайталап, өзіміздің соларды еліктеу бір сөзбен айтқан кезде, өйткені акценттен қалай айырыламыз, ол дәл native speaker деп аталады. Яғни ағылшын мемлекеттерінде тұрған адамдардың сөйлеген сөздерін естіп, дауыстарын, дыбыстарын естіп, соны қайталап, соларды еліктеу, дыбыстай алу. Сөйтіп қана біз сөйлеп, акцентімізден айырыла аламыз. Сонымен 1.2 listen and repeat. Тыңда және қайтала. Міне суретке қарап алыңыздар. Мына жерде бір қыз, ол екеуі кездесіп қалып тұр. Осы екеуінің диалогы болайын деп тұр. Мынау Лиза, мынау Генри. Соны тыңдайық бірінші. Міне осы диалог көріп отырсаңыздар. Міне бүйтіп қойын. Hello, I'm Lisa Silva. Hi, I'm Henry Green. Nice to meet you. Nice to meet you. Қараңыздар. Hello, Лиза айтады. Hello, I'm Lisa Silva. Мен Лиза Сильвамын. Сәлем, мен Лиза Сильвамын. Генри айтады. Hi, I'm Henry Green. Сәлем, мен Генри Грин. Менің атым. Nice to meet you. Танысқаныма қуаныштымын. Лиза жауап берді. Nice to meet you. Мен де танысқаныма қуаныштымын дейді. Бұл жерде hello. Сәлем, hi дегеніміз жаңағындай достарыңызға айтылатындай сәлем деген мағынаны білдіреді. Көбінесе hello-ды қолдана берсеңіздер болады, көшеде кетіп бара жатқан кезде. Hello деп амандасып адамдармен. Тағы да бір рет тыңдайық. Мағынасын сіздерге түсіндіріп бердім. Тағы да бір тыңдайық. 1.2 Hello, I'm Lisa Silva. Hi, I'm Henry Green. Nice to meet you. Nice to meet you. Тапсырманың мақсаты қандай болады бізде? Listen and repeat, дұрыс па? Тыңда және қайтала. Сондықтан енді кішкене құлағымызға үйреншікті болды деп ойлаймын. Мына диалог. Енді бұлай бүйтесіздер, қараңыздар. Қазір қосамын. Hello, I'm Lisa Silva. Hi, I'm Henry Green. Nice to meet you. Nice to meet you. Дәл осылай мен сияқты қайталайсыздар тұрды. Жақсы ма? Онда болса мен қазір қосамын мынаны. Сол дыбысталып жатқан кезде өздеріңіз компьютердің алдында отырсыздар ғой. Тыңдап отқан кезде қайталап отырыңыздар. Соған еліктеп, ұқсатып сөйлеңіздер. 1.2 Hello, I'm Lisa Silva. Hi, I'm Henry Green. Nice to meet you. Nice to meet you. Қайталады деп ойлаймын. Ол кішкентай болса да, дәл қазір сіздерге көмегін тигізеді. Енді келесі дейді Б. In pairs, practice the dialogue. Ол үшін қасыңызда бір адам болу керек. In pairs, яғни жұп құрып қасыңызда. Practice the dialogue. Осы диалогта жаттығыңыздар дейді. Машықтарыңыз осы диалогты практиковать етіңіз дейді. Былайша айтқан кезде
Сонымен егер де үйлеріңізде адам болса, қасыңызда бір адамды алып алыңыз да, бауырыңыз ба, қарындасыңыз ба, ініңіз ба, осыны жаңағыны мен қойғанды артқа қарай айналдырып, немесе мен қазір тағы да бір рет қоямын. Соны естіп алыңыздар қалай оқылатынын. И сосын мысалы біреуіңіз Лиза болыңыз, біреуіңіз Хенри болыңыздар да, осы диалогты қайталап айтыңыз 1-2 рет. Мысалы осы кезде сіз Лиза болыңыз, ол Генри болсын, келесіде ол Лиза болсын, сіз Генри болыңыз, тура осыны қайталап, оны сөйлеп машықтан үйреніңіздер. Бір тыңдап алыңыздар қалай дыбысталатынын. 1.2 Hello, I'm Lisa Silva. Hi, I'm Henry Green. Nice to meet you. Nice to meet you. Енді дәл қазір мен айтқанымды істеп, қасыңызда адам болса, болмаса да өзіңіз просто оқып, жаңа естіңіз ғой, 3-4 рет қостым, қалай оқылу керек, осыны оқи беріңіз. Сіз сөйлеуіңізді дамытасыз. Қалай ағылшын әріптерін дыбыстау керек, сөйлемдерді, сөздерді оқу керек, соны машықтандырасыз, жаттығасыз. Hello, I'm Lisa Silva. Hi, I'm Henry Green. Nice to meet you. Nice to meet you. Дәл осы сияқты қайталаңыздар. Паузаға қойып қойыңыз видеоны. И мен айтқанымды істеңіздер. Ал енді сіз жаттығуды орындадыңыз деп ойлаймын. Келесі жаттығуға көшейік. Now say who you are. Қазір say who you are. Енді өзіңіздің кім екеніңізді айтыңыз дейді. Мына жерге осыны қазір көріп тұрсыздар. Hello, I'm, және бос орын. Hi, I'm бос орын. Nice to meet you. Nice to meet you. Енді қасыңыздағы адаммен өзіңіздің атыңызды қолданып айта берсеңіздер болады. Мысалы, Hello, I'm Sultan. Hi, I'm тағы да біреу басқа адамның аты. Nice to meet you. Танысқаныма қуаныштымын. Nice to meet you деген сияқты не істесеңіз дайындалсаңыздар болады. Осы диалогты телефондарыңызға жазып алсаңыздар да болады, қазір дәптерлеріңізге жазып алсаңыздар да болады. Негізі сабақтың басында айтып кететін бір жайт, дәптер мен қалам алып, осы қазір сабақта танысқан сөздеріңізбен сөздеріңізді жазып алып, оны кейін жаттап жүрсеңіздер де болады. Тағы да бір нәрсені айтып кетейін, бұл beginner деңгейі, немесе кейбір оқулықтарда ол стартер деп аталады. Стартер естіген шығарсыздар, стартер деп айтады. Осы машиналар жөндеп жатқан кезде стартер деген ол оталдыратын, яғни ең бастапқы деген мағынаны білдіреді. Начинающий дейді ғой, осы ең бастапқы. Beginner. Сол деңгей, бұл осы сол деңгей ең ағылшын тілін енді бастап алған адамдарға арналған. Ал жалғастырайық. 1-3 read and listen. Оқы және тыңда дейді. Мына тағы 2 диалог берілген. Бірінші диалог, екінші диалог. Бірінші сурет, екінші сурет көріп отырсыздар. Лиза, Генри тағы да. Are you in number 2? Yes, I am. Are you in number 1? No, I'm not. I'm in number 3. See you soon. Goodbye. Бұл қай бөлмеде тұрасың деген сияқты сұрап отыр. Екінші неде диалогта Hi, Henry. You're in my class деп мынау Лиза айтып отыр Генриге. Сәлем Генри, сен менің сыныбымда екенсің ғой деп. Генри айтады. Hello, сәлем. Sorry, what's your name? Кешір, бірақ сенің атың кім еді деген сияқты ұмытып қалған ғой. I'm Lisa. Лиза Сильва. Мен Лизамын, Лиза Сильвамын. Генри айтады. Excuse me. Есіме қалдым деген сияқты. Лиза Сильва. Oh, right, жақсы дейді. Соны қазір міне сіздерге бір оқып шықтым. Онда қазір мен қосамын. Негізі видео паузаға басып, өзіңіз тағы да бір оқып алыңыз. Мен оқыған сияқты. Мына диалогты, ал паузаға басыңыз. Енді оқып алдыңыз деп ойлаймын. Онда мынаны басайық, тыңдайық. 1.3 1 Are you in number 2? Yes, I am. Are you in number 1? No, I'm not. I'm in number 3. See you soon. Goodbye. 2 Hi, Henry. You're in my class. Hello.
Sorry. What's your name? I'm Lisa. Lisa Silva. Excuse me? Lisa Silva. Oh, right. Кейін қараңыздар. Так. Енді дәл бағанағыдай осы диалогтарды қайталасаңыздар болады қасыңыздағы адамдарыңызбен. Мінекей қараңыздар, мына жерде. Так. Бұл жерде енді сол бірінші сабақтың мақсаты сол ғой, осы ағылшын тілінің сөздерін қалай оқылатынын, соны тыңдап, қалай айтылатынын, соның бәрін үйрену ғой. Бұл жерде айта кететін бір жайт, мынау excuse me мен sorry-дің айырмашылығы бар. Sorry деген көбінесе андай кешір деген мағынаны білдіреді да. Ал excuse me деген ол қатты андай кешір емес, қалай айтсам болады екен. Бір қатты біреуді ренжіп қойған кезде, мысалы мына жерде мына Генридің несі бар, кешір деп айтатындай жағдай бар. Өйткені ол алдында екеуі кездескен, Лиза екеуі. Ол атын сұраған, негізі атын жаттап алу керек еді де. Содан кейін ұялғанда кешір деп айтып тұрды, кешір атым келмеді деп. Ал excuse me дегеніміз ол мысалы біреудің бірдеңе айтып жатқан кезде естімей қалсаңыз excuse me деп айтсаңыз болады, қалай еді деген сияқты. Excuse me қайтып айтсаңыз болады деген, қайтып айтасыз ба деген сияқты. Және мысалы көшеде кетіп баратып біреуді байқамай, бір жерден тиіп кетсеңіз, не істеп кетсеңіз, excuse me андай бүйтіп сұрайсыз ғой. Там мына көшеге қалай барсақ болады, excuse me деп соны қолдана берсеңіздер болады. Ал sorry деген более анандай уже кешірім сұрайтындай жағдай ғой. Вот. Осыларды суретке түсіріп алып, диалогпен жаңағыдай жаттықсаңыздар болады. Ал енді грамматикаға көшейік. Қараңыздар, be ағылшын тіліндегі ең жаңағыдай керекті тақырыптардың бірі, ең сондай өзің основной дейді ғой. Ол be етістігі. Олсыз көбінесе сөйлемдер құралмайды. Көбінесе осы be етістігімен құралады. Verb be дейді. I and you. I дегеніміз мен, you дегеніміз сен, сіз, сендер, сіздер. Негізінде ағылшындарда сен деген сөз жоқ, бірақ біз өзімізге сен деп аударып аламыз. Өзімізден жас адамдарға, ал үлкендерге сіз деп. Негізінде ағылшындар барлығына сіз деп айтады. Содан кейін айта кететін жайт, мынау I сөзі, I, ол әрқашанда бас әріппен жазады. Ағылшындар өздерін сондай, қалай айтсам екен, өздерін уважать етеді ме, енді өздерін бірінші орынға қойып I деп үлкен әріппен жазылады всегда. Сөйлемнің қай кезінде келсе де үлкен әріппен жазылады. Look at the dialogues 1 and 2, жаңағы өткен. In 1D, төртінші бетте, кешірім сұраймын. Write the contractions. Яғни, жаңа диалог look at дегеніміз қара. Міне былай жазып алыңыздар, қара. Look at дейді ғой. Look at this, маған қара деген сияқты. Бұл фразалық естік, сразу жаттап алыңыздар. Қара деген мағынаны білдіреді. Диалог 1-2, 1-дағы. Міне 1-дағы 1-2-ге қараймыз. Осы жердегі write the contractions дейді. Contractions дегеніміз қысқартулар деген мағынаны білдіреді. Write дегеніміз жаз. Қазір істейді ме екен? Тексеріп көрейік. I am деген мен деген, иә. Оны қысқартқан кезде апострофпен жазылады. Бұлай көріп тұрсыздар ғой, апострофпен I am деп. Енді I'm not деген қалай болады? Дәл осылай. Мына жерге қазір текст қосып көрейік. Ол бұлай болады, қараңыздар. I'm not. Бұл жерде қысқарған, тек M-ді ғана қысқарттық. Енді you are. You are-ға да дәл солай біз қысқарту жазамыз.
your болып қысқалады. Даже оқылуында да қысқарады. Оқыған кезде де your. Көрдіңіздер ма? Енді бұны бізге былай айтып отыр ғой. Неден қараңыздар деп. Бірді деген диалогтағын қарап жүрейік. Ондай бар ма екен бізде? Міне, I'm not қысқарып тұр. Міне, you're in my class. You're in my class. You are дегенді you're деп қысқартып салып көрдіңіздер ма? You're in my class. Вот. Так, Grammar Bank 1A дейді. Грамматикаға қатысты. Learn more about verb be. Verb be, етістік be етістігін толығырақ үйреніңіздер дейді. I and you and practice it. Оны жаттығыңыздар дейді. Так, present tense осы шақ. Жаңағы are, am дегеніміз ол осы шақта қолданатындар. Оның өткен шағы да бар, оның келер шағы да бар. Оны бірақ келесі сабақтарда өте жатармыз. Бірден айта кететін жайт. Present tense, verb be, I and you. Қосу, азайту, сұрақ белгісі дегеніміз ол болымды, болымсыз және сұраулы сөйлемдер. Listen and repeat, then read the rules. Ал, онда тыңдап алайық. Listen дегеніміз тыңда, repeat дегеніміз қайтала, then кейін, осыдан кейін деген мағынаны білдіреді. Read the rules. Ережелерді оқыңыз дейді. Так, не дейді екен бізге? Ал көрейік. Тыңдап көрейік. 1.6. I am Henry. I'm Henry. You are in my class. You're in my class. I am not in number 1. I'm not in number 1. You are not a student. You aren't a student. Am I in room 2? Yes, you are. No, you aren't. Are you Lisa? Yes, I am. No, I'm not. Так, тыңдадық. Affirmative. Full form, contraction. Contraction бағана айтып кеттім, қысқартылған түрі деп. Full form дегеніміз, full, толық формасы деген оны. Affirmative form, ол болымды сөйлем, negative form, болымсыз түрі, және question form. Қалай құралады екен, е? Мінекей бағана айтып кеттім, қазір сіздерге бір түсіндіре кетейін, осы жерде қайтадан керек болайын деп тұр ғой деймін бізге. Текстін жерге қояйық, бір тексті бүйтіп. Мынау I деген бар. You деген бар. We. They. Бұл жерде негізінде көп не істемей қойын. Тек I мен you ғана сіздерге көрсетейін. Бұл pronouns деп аталады. Яғни жіктеу есімдіктері. I дегеніміз мен, you дегеніміз сен, яғни сіз, короче говоря. Бірақ біз бәріне қоя береміз. Даже көпше түрге де қоямыз. I-ға біз M-ді қолданамыз. M дегеніміз қараңыздар, мына to be етістігінің түрі. Мына to be етістігі, be етістігі деп тұр ғой, мына қараңыз, be. Оның түрлері am, is, are. I-ға біз M қолданады екенбіз, you-ға біз are дегенді қолданады екенбіз. Осы шақта. Енді оның қазір біз қысқартылған түрін және мына болымсыз сөйлемде бірінші жіктеу есімдігі, одан кейін be етістігі келеді. Ал болымсыз сөйлемде not қосылады. I'm not. You are not. Бірақ оны біз you are деп мына are not-ты қараңыздар, бүйтіп қысқартсақ болады.
aren't деп қысқартсақ болады. Ал I'm not дегенде оны біз бүйтіп қысқарта саламыз. M-ді ғана қысқартамыз. I'm not деп қараңыздар. Осылай. Оны қазір біздерге көрсетемін. I'm Henry. I am Henry. Мен Генримін. Оны қысқартып I'm Henry. Негізінде I am ғой. Оны am дегенде қысқартып I'm болып кетті. Көрдіңіздер ғой? You are in my class. Сен менің сыныбымдасың. Your бұл қысқарып кетті. Дыбысталуында ерекшеліктер бар, байқасаңыздар. You are in my class. You're in my class. Қысқарту. Көрдіңіздер ме? Бұл болымсыз сөйлем. Енді болымсыз сөйлемді қарайық. I'm not in number 1. Мен бірінші бөлмеде емеспін. Бірінші нөмірде емеспін. I'm not in number 1. Not қосты. Көрдіңіздер ғой, иә? Енді оны қысқартылған түрі I'm not in number 1. I am дегенде деп қысқартып жібереміз. I-ға қосып жібереміз. I'm not in number 1. Енді you are not a student. Сен студент емессің. Сіз студент емессіз. You are not a student. Оны қысқартқанда бұл жерде енді кәдімгідей өзгереді. You aren't a student. You aren't a student. Көрдіңіздер ме? Қысқартылған түрі. Болымсыз сөйлем. Болымсыз сөйлем. Енді сұрау сөйлем. Am I in room 2? Number 2? Мен екінші бөлмедемін бе? Көрдіңіздер ме? Be етістіктің жіктеу есімдігінің алдына шығып кетті. Байқап отырсаңыздар. Мына жерде бар ма екен? Жарайды, оны көп не істемей қойық. Бұл жерде be етістігі жіктеу есімдігінің алдына шығып кетеді. Бағана I-дан кейін келетін болса, am. Енді оның алдына шығып кетті. Өйткені сұрау сөйлем. Am I in room 2? Yes, you are. Жауап бергенде affirmative short answer. Affirmative дегеніміз білеміз. Болымды short answer. Short дегеніміз қысқа. Answer. Көбісі оқыған кезде answer деп оқиды да. Answer. W-ді оқып кетеді. Негізі ол көбінесе оқылмау керек. Answer дегеніміз жауап. Қысқа жауап. Ал мына жерде negative дегеніміз болымсыз қысқа жауап. Ал yes, you are. Неге бұл жерде are болып кетті? Я, сен екінші недегісің деген жауап. Бұл болым сөйлем. No, you aren't. Жоқ, сен екінші бөлмеде емессің. Неге are? Өйткені сен болып кетті ғой. Ол біреуден сұрап тұр ғой. Am I деп мен сұрап тұрмын бір кісіден. Am I in room 2? Ол маған жауап береді. Сен деп жауап береді. Дұрыс па? Онда ол кезде you болып кетеді. Болды. You are. Yes, you are. Бұл жерде қысқа жауап бергенде yes-ті қоямыз. Я, өтір you are. Кәдімгі болым сөйлем сияқты. Мына жерде тура болым сөйлем сияқты. No, өтір you aren't. Are you Lisa? Сен Лизасың ба? Are, көрдіңіздер ма? Be етістігі алдына шығып кетті. Be етістігі. You Lisa? Yes, I am. Я, мен Лизамын деген мағынаны білдіреді. Бірақ қысқартылған түрі. Yes, I am. Оны yes, I am Lisa деп айтсаңдар да болады. No, I'm not. Қысқарып тұр. Көрдіңіздер ма? Так. Мына жерде affirmative, negative, question. Болымды, болымсыз, сұраулы. Достар, осы сәтке дейін сіздер қараған болсаңыздар, сіздерге мынандай просьба, комментария жазып кетіңіздерші, осындай сабақтар керек па, керек емес па. Лайктарыңызды аямаңыздар, комментария, сосын WhatsApp-пен басқа жаңағыдай достарыңызға, қазір бос жатқан үйінде демалып жатқан адамдарға жіберіңіздер, ағылшын тілін оқысын, үйренсін. Егер де осы видеода 100 лайк, 100 оқимын деген адам шығатын болса, онда осы сабақты жалғастыратын боламын. Сондықтан сіздердің маған поддержкаларыңыз керек, достар. Мынаны қарастырып жүрейік. Am and are both forms of the verb be. Am және are екеуі де, both, екеуі де деген мағынаны білдіреді, форма, түрі of the verb be. Be етістігінің, verb дегеніміз етістік. Тағы да бір айта кететін жай, достар. Мен бағанадан бері көп деген сөздердің мағынасын айтып жатырмын. Мынау депші. I дегеніміз мен, you дегеніміз сен деп. Осының бәрін
Дәптеріңізге жазып отырыңыздар, егер сіз енді бастап жатқан адам болсаңыз ағылшын тілінде. Ал егер осыған дейін үш сабақтарды өтіп мына сөздерді біліп жатқан болсаңыздар, жай тыңдап түртіп отырсаңыздар да болады дәптертеріңізге. Ол артық болмайды ешқашан да. Так, жалғастырақ. Сонымен M мен R ол be етістігінің түрлері. I'm Henry. Ол дұрыс формасы. Not am Henry. Бұлай сөйлем құрай алмаймыз. Тек to be етістігі арқылы құрай алмаймыз. Міндетті түрде жіктеу есімдігі болу керек. Кім? I'm Henry. Міне дұрысы. Мына дұрыс емесі. I'm Henry дұрысы. I'm Henry. Көрдіңіздер ма? Уже көрсетіп тұр мына жерде. I-ды кішкентай әріппен, яғни кішкентай немен жазуға болмайды. Тек әр қашан бас әріп болу керек I дейді. Көрдіңіздер ма? Бұлай жазуға болмайды дейді. I'm Henry. Әр қашан бас әріппен болу керек дейді I. I'm not Michelle. Not. I'm Michelle. Көрдіңіздер ма? Мынау am not дегенді осылай қысқарт деп отыр. Бұлай қысқартпаңыз дейді. Мынау aren't сияқты қысқартпаңыз дейді. Бұлай болмайды дейді. Тек I'm not болып қысқарады. You can also contract are not like this. You're not a student. You're not a student. Көрдіңіздер ма? You can also contract. Сіз мынау are not дегенді дәл осылай тағы да басқашалай қысқартсаңыз болады дейді. Бағана біз былай қысқарттық aren't деп. Енді оны былай қысқартсақ та болады екен. You're not a student. Сен студент емессің. Яғни you aren't a student деп айтсақ та болады. You're not a student деп айтсақ та болады. Енді in questions сұрақтарда put am before I. Am сұрақтарда I-дың алдына шығып кетеді дейді. Before дегеніміз алдында, put дегеніміз қой деген сөз. Қой. Жаттап алыңыз сразу. Бірде жаттап отырыңыздар, жазып отырыңыздар. Am I in room 2? Мен екінші бөлмедемін бе? Деген дұрыс болады. Not I'm in room 2. Сұрақ белгісі көрдіңіздер ма? Мынандай сұраулы сөйлем бұлай құралмайды. Сұраулы сөйлем to be етістігі алдына шығып қана құралады. In questions put are before you. Дәл солай. Сұраулы сөйлемдерде are дегенді you-дің алдына қой деп тұр. Are you in my class? Are you in my class? Міне are, am алдына шығып тұр. Көрдіңіздер ғой, иә? You're in my class деп сұраулы сөйлем құрай алмаймыз. Don't use contractions in affirmative short answers дейді. Бұлай айтып жатыр. Don't use қолданбаңыз дейді. Қолдану, use, don't use қолданбаңыз. Contractions қысқартылған түрлерін in affirmative short answers. Болымды short answers дегеніміз қысқа жауаптарда. Яғни болымды қысқа сұрақ белгісі сұраулы сөйлемнен кейін болымды мынандай жауаптар бар ғой, yes, you are деген сияқты. Вот сол кездерде қысқартылу түрін қолданбаңыз дейді. Мысалы, I am дегенде I am деп қысқарттық қой, сол сияқты, бірақ мына жерде қысқартуға болмайды. Жауап берген кезде. Сұраулы сөйлемге жауап берген кезде. Қысқарты жауап берген кезде. Are you a student? Yes, I am деп айтасыз. Yes, I am деп айта алмайсыз. Yes, I am. Not yes, I am. Көрдіңіз бе, бүйтіп айтуға болмайды. Так. Грамматика осымен пока что осылай. Так, listen and say the contractions дейді. Ал, тыңдап көрейік, және оны айтып көрейік. 1.7 1. You are. Your. 2. I am. I am. I'm. 3. I am not. I am not. I'm not. 4. I'm not. You are not. You are not. You aren't. You aren't. Так, бір тыңдап алдық.
Listen and say the contractions. Тыңда және қысқартуларды айт дейді. Мен қазір тағы да қосамын. Мен сіздерге жағаласпайтын болам. Осыны тыңдайсыздар, соны қайталайсыздар. Тура сондай темппен, тура сондай дыбыстармен қайталайсыздар. Жақсы ма? Кеттік. 1.7. 1, You are. Your. 2. I am. I'm. 3. I am not. I'm not. 4. You are not. You aren't. Так, ары қарай жалғастырайық. Vocabulary. Vocabulary. Яғни бұл вокабуляр дейді орыстар. Қазақша сөздік қор. Numbers. 0-10. Енді цифрларды өтеміз. Сандар. Numbers. Сан. Numbers. Сандар. Numbers. 0-10. 0-ден 10-ға дейін. Look, what are the numbers? Қараңыз деді мына суретте. Мынау нелердің қалай айтылады? Так, мен айтып қойдым. 1, 2, 3. Ағылшын тілінде олар қалай айтылады? Егер де білсеңіз, айтып отырыңыз. Так, сонымен 1 дегеніміз 1, 2 дегеніміз 2, 3 дегеніміз 3. Так, осылай ағылшын тілінде аталады. Тағы да қайталап кетем. Бұл beginner, ең бастапқы деңгейдегі адамдарға арналған. Қазір күліп отырмаңыздар, мынау не айтып кетті деп, балаға үйрететін нәрсені айтып кетті ғой деп айтпаңыздар. Так, 116 бет, vocabulary bank. Сөздік қорға байланысты numbers, days of the week, do part 1. Бірінші бөлімін істеңіз дейді. Numbers, сандар, days of the week. Day дегеніміз күн, of the week. Аптаның күндерін үйреніңіздер дейді. Ал, кіріп көрейік. Сонымен do the part 1, days of the week. Ал, listen, days of the week, аптаның күндері. Listen and repeat. Так. Days of the week, do the part 1. Так, мынау бірінші бөлім. И мынау да бірінші бөлім. Қазір бір қарап жүрейік. Numbers, days of the week. Do part 1 дейді. Аха, пока что нет. Пока что сандардан өтейік, сандарда. Бірінші бөлім. Listen and repeat the numbers. Тыңдаңыз және сандарды қайталаңыз дейді. Мінеке сандар тұр. 1-ден 0-ден 10-ға дейін. Оны қоспай тұрып, мен де бір сіздермен бірге айтып кетсем болды, қараңыз. 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 1, 10, 10. Ал тыңдайық. 1.8. Қайталап отырыңыздар. 0. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 10. Қайталадыңыздар деп ойлаймын. Вот, сандар осылай 10-ға дейін жаттап алыңыздар. Бұл жерде ешқандай не жоқ.
0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Жаттап алыңыздар. Дәптерлеріңізге жазып алыңыздар. Мына бетті түсіріп алыңыздар. Қалай оқылғанын естідіңіздер. Мына жерде жазылған. Тоже транскрипция деп аталады. Так. Білдік қанша қалай аталатындарын артқа айтайық. Так. Не дейді мына жерде? Part A. O. In room numbers and apartment numbers. Room 207. Қараңыздар. 0 дегеніміз 0. Оны кейде O деп те айтады. O дәл осылай. Оны біз қашан айтамыз? Мысалы, квартираның бір нөмірлерін бар ғой, квартира, номер квартира деп айтады ғой, сол сияқты айтқан кезде, мысалы 207-ші квартира. Оны қалай айтамыз ағылшынша? 207 емес, ал былай айтасыздар. 207. Осындай квартира деп. Түсінікті ғой, иә? Бүйтсеңіздер болады қазір. Мына жердегі нелерді өзіңіз үшін дәптерге жазып алыңыз, тура осылай 0-ден 10-ға дейін қасына оқылуын, жазылуын, переводын жазып қойыңыз да, бір қолыңызбен жауып, өзіңіз практиковать етіңіз. Жаттап алдыңыз ба, примерно жаттамадыңыз ба, өзіңіз жаттығу үшін, соны сөйтіп бір қолыңызбен сандарды жабасыз и айтасыз, қайсысы не екенін. Сөйтіп үйренсеңіз болады кішкене жаттықтырып. Так, артқа қайтайық біз. Енді бұл видео ұзаққа созылуы мүмкін. Сол себептен өзіңіз үшін қашан шаршай бастадыңыз, басыңызға ештеңе кірмей бара жатқан кезде видеоны тоқтатасыз да, барып шығып, бөлмеден шығып, жүріп, далаға шығып, таза ауа жұтып, барып жаңағыдай семьялар адамдарыңызбен сөйлесіп, бір 5 минуттай бір кішкене тынығып келіңіз. Өйткені адам миы әрқашанда информацияны қабылдай алмайды бір сағат бойы бүткіл информацияны. Сондықтан негізі бір техника бар, помодоро деп аталады. Ол жерде, қателеспесем, 25 минут адам жұмыс істейді, яғни сабақ оқиды ма, бірдеңе істейді, үйренеді. Одан кейін 5 минут демалады. Сол 25 минут сабақ, 5 минут демалыс. Сол кезде ғалымдардың айтуы бойынша тақырып, жаңағы сабақ сіздің миыңызға эффективный болып кіреді. Бір сөзбен айтқан кезде көбірек түсінетін боласыз. Так. Қайтып келдік. 4 дейді pronunciation. Мына сөзді жазып қойыңыз дәптеріңізге. Pronunciation. Дыбысталу. Pronunciation. Word stress. Так. H, I дейді. Х, I. Так, осы word stress дегеніміз не ғой? Екпін ғой, екпін. Қай жерге, қандай екпін түсетіні жайлы. Word stress in English, stressed syllables are longer and louder дейді. Ағылшын тілінде stressed syllables, яғни именно екпін түскен буын ұзағырақ әрі қаттырек айтылады дейді. Мысалы, listen деген сөзді тыңда деген кезде ли, көрдіңіз бе? Осы қаттырек және ұзағырақ айтылады. Listen. Repeat. Көрдіңіздер ма? Repeat деген ұзағырақ және қаттырек айтылып тұр. Так, біз мынаған келдік. Underline the stressed syllable. Яғни екпіні түсіп тұрған нені белгілеңіз дейді. Яғни мына жерде қазір тыңдаймыз, қайсына екпін түсіп тұрғанын соны белгілейтін боламыз. Так, тыңдап көрейік. Так, мен сразу жағында болайын. Так, бастайын. Сіздермен бірге өзіміз анықтап отыратын боламыз. 1.10 1. Hello. 2. Number. 3. Excuse. 4. Goodbye. 5. Photo.
6. Coffee. Так, мінеге таңдадыңыздар. Мен сіздер үшін белгілеп бердім. Негізі кәдімгі сынып болады, сабақ болатын болса, онда өздеріңіз белгілеп беруіңіз керек. Қалай екпін түсті көрдіңіздер ғой? Hello. Hello деді. Сол кезде екінші буынға түсіп тұр. Number. Number көрдіңіз бе? Бірінші буынға түсіп тұр. Number. Сан. Excuse. Excuse. Екінші буынға түсіп тұр. Goodbye. Goodbye. Екіншіге түсіп тұр. Photo. Photo. Бірінші буынға түсіп тұр. Фото. Coffee. Coffee. Бірінші неге түсіп тұр. Буынға. Так, жалғастырып кетейік. Listen and repeat the words and sounds. Тыңда және қайтала. Білеміз. The words and sounds. Сөздер мен дыбыстарды. Оқылайық. House. Hi. Hello. Henry. Here. Bike. I. Hi. Nice. 5. Tree. 3. Meet. Lisa. Henry. Оқып шықтым. Енді қазір мынаны басамын. Соны тыңдайсыз да қайталап отырасыз. Жақсы ма? Кеттік. 1.11. House. Hi. Hi. Hello. Hello. Henry. Henry. Here. Here. Bike. Bye. I. 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 Hi. Hi. Nice. Nice. 5. 5. Tree. E. Tree. 3. Meet. Lisa. Henry. Бұл жердегі басты мақсат мынау яғни біздік сияқты х деп қатты қаһарман дегенде қатты не емес. Х бұл жерде жұмсақтау. House. Hi. Hello. Henry. Here. Мынау I біздің кәдімгі аспанда I деп оқылады. Bike. I. Hi. Nice. 5. E. Tree. E. 3. И деген сияқты қазақша и бар ғой, сол сияқты. Meet, Lisa, Henry. Так, тағы да бір рет қосып жүрейін, өздеріңіз қайталап жіберіңіздер. 1.11. House. Hi. Hello. Henry. Here. Bike. I. Hi. Nice. 5. Tree. E. 3. Meet. Lisa. Henry. Так, келесі жаттығу listen, practice the sentences. Тыңда және sentence деген сөйлем. Sentences сөйлемдерді практиковать деді. Practice. Практиковать. Hello, Henry here. Hi, I'm nice. Meet Henry Green and at 3. Так, тыңдап көрейік. Қазір қосамын, соның артынан қайталаңыздар, жарайды ма? Егер де жеткіліксіз болса, онда осы видеоны артқа қарай жылжытып, қайтадан қайталасаңыз болады. 1.12. Hello, Henry here. Hi, I'm nice. Meet Henry Green at 3. Так, қайталадыңыздар деп ойлаймын. Если үлгермесеңіздер, артқа қарай жылжытып, тағы да қайталаңыздар. Speaking. Так, speaking білеміз, сөйлеуге қатысты.
ағылшын тілінде practice with other students. Басқа студенттермен бірге практиковать ет дейді. Енді мынаны қазір сіз телефоныңызға жазып алыңыз, суретке түсіріп, содан кейін сіз басқа адаммен бірге осы жаттығуыңыз керек. Қалай? Бұлай. Hi немесе hello немесе hi таңдайсыз да. I'm өзіңіздің атыңызды айтасыз. Hello, I'm Sultan. Are you? Сосын мына жерге жаңағы қасыңыздағы досыңыздың, студенттің атын айтасыз да, сұрайсыз. Ол жауап береді. Yes, I am немесе жоқ, менің атым ондай емес деген сияқты. Nice to meet you деп айтады сізге. Сосын сіз оған сосын nice to meet you деп осы, короче говоря, осы арқылы диалог құрастыруларыңыз керек. Hello, I'm Sultan. Are you Мағжан? Yes, I am. Сіз айтасыз nice to meet you. Ол айтады nice to meet you too. To дегеніміз тоже деген мағына ғой, короче. Танысқаныма қуаныштымын тоже. Мен де деген мағына. Ал егерде оның аты Мағжан болмаса, ол no, I'm not деп жауап береді. What's your name деп мен қайтадан сұраймын оны. Ал сенің атың кім? Сонда ол болмаса деген сияқты. Олай болмаса атыңыз кім екен? I am, мысалы, Арман дейді. Nice to meet you деп айтасыз, танысқаныма қуаныштымын. Ол сізге жауап береді nice to meet you too. Дәл осы схема арқылы бір сізге айтайын, үйреніп алу үшін бір 10-15 рет қайталаңыздаршы, өтініш. Сол кезде үйреніп аласыздар. Так, видеоны дәл осы жеріне дейін көріп отырған болсаңыздар, сіздерге айта кетейін, менің инстаграмдағы парақшама жазыла кетіңіздер. Ол жақта кино, фильм, мультфильмдерден алынған диалогтар арқылы істелген видеолар бар. Сол жерде кәдімгі фильмдердің отрывоктарын көрсеңіздер болады ағылшын тілінде, және үстінде қазақша субтитрлармен. Және де басқа да пайдалы сабақтар бар, ішінде сөздер бар. Кейде сөздер салып тұрамын, сондықтан жазылып кетіңіздер міндетті түрде. Так, қайтадан сөздік қор, vocabulary, days of the week. Енді мінекей аптаның күндері. 116 page, 116 бет. Vocabulary bank, numbers, days of the week, do part 3. Үшінші бөлімді істеңіз дейді. Так. Part 3. Хорошо. Мінекей, үшінші бөлім. Listen and repeat the days of the week. Тыңдаңыз және қайталаңыз аптаның күндерін. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Дүйсенбі, сейсенбі, сәрсенбі, сейсенбі, сәрсенбі, сенбі, жексенбі, жұма, и мынау сейсенбі, иә. Так, өзім шатасып кеттім ғой. Кешірім етемін. Так, Monday, дүйсенбі, Tuesday, сейсенбі, сәрсенбі, бейсенбі, четверг, жұма, сенбі, жексенбі, айыпқа бермеңіздер. Тілім ішінде тұр просто. Ал соны қайталап, қалай оқылатынын қайталап, мынаны дәптеріңізге жазып алыңыздар. Осы ағылшын тілінде апта күндерін. Және соны қазір мына айтады, соны қайталаңыздар артынан. 1.13 Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Дәл осылай оқылады. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Дүйсенбі, сейсенбі, сәрсенбі, бейсенбі, жұма, сенбі, жексенбі. Days of the week begin with a capital letter. Аптаның күндері, days of the week, begin, басталады, with a capital letter. Бас әріппен басталады дейді. Monday, not Monday. Яғни M бас әріппен жазылады дейді. Бұлай төменгі әріппен, кішкентай әріппен емес дейді. Write the correct day дейді. Today, tomorrow. Так. Мына жерге write жазыңыз дейді. Write деген жазу. The correct. Correct дегеніміз дұрыс. Day. Дұрыс күнде жазыңыз дейді. Today дегеніміз бүгін. Tomorrow дегеніміз ертең. Ал мында өзіңіз дәптеріңізге жаза кетіңіздер. Мына жақта шум болып отыр. Басқа дыбыстар. Так. Бүгін қай күн? Соны жаза кетіңіздер.
Так. Мен үшін бүгін жұма, мен Friday деп жазамын мына жаққа. Ал сіздер жаңа қай күнді көріп отырсыздар? Сіздер жұма күні көріп отырсыздар ма? Қалай екен? Ал келесі tomorrow ертең қай күн болады? Ертең уже сенбі болады мен үшін. Ол Saturday болады. Сол жақты өзіңіз жазып кетіңіз. Так, ары қарай жалғастырайық. Listen and say the next day дейді. Так, тыңдаңыз және аптаның келесі say the next day, келесі күнді айтыңыз дейді. Мысалы, Thursday дейді. Сіз олар Thursday, Friday дегенде сіз Saturday деп айтыңыз. Өйткені, яғни по порядку орынмен айтыңыз дейді. Қазір қосамын. Сіз келесі бос қалған кездегі сол кездегі аптаның атын айтуыңыз керек. Ал басамын. 1.14 Thursday, Friday, Saturday, Monday, Tuesday, Wednesday деп айтуыңыз керек. Wednesday, Saturday, Sunday, Monday деп айтуыңыз керек. Monday, Friday, Saturday, Sunday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Так, бұл тапсырманы да аяқтадық. Бұны сіздер қиын болып жатса, қайтадан жаттап алыңыздар. Аптаның күндерін, аттарын қалай аталатынын. Содан кейін қайтып тыңдап көрсеңіздер болады. 1.14 Thursday, Friday, Так, келесі. Practice with other students. Басқа, other дегеніміз басқа. Students, басқа студенттермен практиковать ет дейді. Bye. See you Wednesday. See you tomorrow. Goodbye. Goodbye. Сау бол. Bye дегенімізде сау бол. See you Wednesday. Сәрсенбі күні кездескенше. See you tomorrow. Ертең кездескенше деген мағынаны білдіреді. Бұларды да жазып алсаңыздар болады. Керекті нелер, сөз орамдары. Сау бол деген мағынаны білдіреді ғой барлығы негізінде. Тек қана goodbye, goodbye деп бергенше bye деп айтып үйреніңіз. See you деп үйреніңіз. See you Wednesday, see you tomorrow. Жазып алыңыздар, жаттап алыңыздар. Және соны қолданып жүріңіздер. Ал, достар, сонымен бүгінгі сабақ аяқталды. Осы жерге дейін көрсеңіздер, міндетті түрде лайк басып кетіңіздер, комментарий қалдырыңыздар. WhatsApp арқылы басқа да достарыңызға ағылшын тілін қазір үйренгісі келіп жүрген енді бастап жатқандарға жіберіңіздер. Міндетті түрде үйренсін, тегін. Ал жаңа мен айта кететін, егер де сондай үйренем дейтін адамдар шықса, айтып отырмын ғой, 100 адам лайк басып, біз ары қарай көргіміз келеді, осы beginner кітабын аяғына дейін өткіміз келеді дегендер болса, 100 лайк жинап көрейік, достар. Сонымен goodbye, see you on the next video.